Қазір мешітке барамыз. Моллалық көбейіп жатыр. Бұрынғы коммунистердің бәрі шетінен молда болып келе жатыр. Оның барлығы дұрыс. Енді адам деген бір нәрсеге сену керек қой. Баяғыда дінімізден ажыратып, дін деген ол жатқан бір мәдениет. Біздің мұсылман екенімізге ешкімнің күмәні жоқ шығар. Бірақ та мұсылманшылықтың адалдықты, адамның арасындағы достықты, бір-біріне көмек жасау мәселесін жақтайтын да бар, ал басқа жаққа алып кететін жағдайлар бар. Тек қана бәріміз молда боламыз десек, сонда не болады сонда? Сондықтан екі жағына бірдей. Алла Тағаланың айтқан сөзі пайғамбардың жолымен жүру керек, әр адам өз басын таза ұстап. Мұсылман болу үшін әр адамға 5 шарт бар. 5 шарттың бәрі де адам баласының басына жақсылыққа шақыратын. Сол жағыменен жүретін болса. Мешіттердің барлығы жабылып қалды мінекей. Қайтадан рұқсат беріп аштырып жатырмыз барлығын. Алматыдан да мешіт салынып жатыр. Бұның жақсы жағы адамды жақсылыққа, имандылыққа, жәбір көргендерге көмектесуге, мүсәпірлерге көмектесуге, елдің бірлігіне, жақсылыққа баулайды. Жаманшылықтан аулақ бол дейді. Сондықтан бұл жағы дұрыс мәселе. Ал біз сол діннің дұрыс жолдарын түсіне алмай, дүмше молдалар ауылдарда көбейіп кетіп, неше түрлі бәлені исламның дінінде жоқ нәрсені өзімізге тауып алдық. Сондықтан білімді молдалардың сөзін тыңдау. Ойлап қараңыздар. О дүниеге кеткен адамдардың басын бір көп тұрып үлкен қорған саламыз. Төбесін жабамыз, ол шариғатта жоқ. Қанша шашынып жерлейміз, артында бала шағасы қалып бара жатқан о дүниеге кеткен адамдарға шашылып, бүлініп, неше түрлі қаражатты шашу деген күнә. Айтсыншы мына жігіттер. Солай. Моллалар. А біз не істейміз? Бірімізбен біріміз бәсекеміз. Кім көбірек таратады, кім көбірек береді? Сондықтан дінді дұрыс түсіну үшін мына мешіттер керек, сауатты моллалар керек. Әйтеуір тіл қайтаратынның барлығы молла деген бәлден ажырау керек. Күндіз түні жарғыларымыз жастыққа тимей, менің ойлайтыным осы халықтың маған деген сенімін қалай ақтасам екен, қалай жол табамын деп. Мен де бұрын үкімет құрып көргем жоқ, жекеменшік тәуелсіз ел құрып көргем жоқ. Сондықтан мен барлығын дұрыс жасап жатыр екен деп ойламаймын, сіздерге ақылдасуға келген адам. Мүмкін қателесетін шығармыз. Себебі бұл жолмен ешкім жүріп көрген жоқ. Қазақстанда үкімет құрып ешкім көрген жоқ. Қателесетін де шығармыз. Бірақ та ой, көңіл барлығы тек қана халық үшін, тек қана ел үшін. Одан басқа ешқандай ойда, ешқандай істейтін жұмыстар жоқ. Сондықтан жастарды шетелге шығарып оқыту, нарық экономикасын жұмыс істеу. Жұмыс істемесек ел болып көтерілмейді. Әсіресе жастар үшін жақсы заман келе жатыр. Қай жерге барам дейді, қайда жұмыс істеймін дейді. Дүние жүзін шарқырып аралаймын дейді ме? Барлық мүмкіншілік туатын заман келеді. Барлық елдерден бізге деген жақсы көңіл мен жүрек бар. Сондықтан сол болашағымыз, ойлаған ойымыз баянды болсын. Сіздерге шын жүрегімнен мына жиналып тұрған қауымға рахметімді айтамын, көңіл бөліп, көрейін деп, естейін деп келгендеріңізге. Осы торғай өміріне, бүкіл Қазақстан халқына шын жүрегімнен бақытты болашақ, баянды өмір тілеймін. Көп рахмет сіздерге. Аман сау болыңыздар.